Коронавирустың үнді штамы туралы не білеміз? Үнді штамы бұл 2020 жылдың кезінде Үндістанда пайда болған коронавирустың мутацияланған нұсқасы. 2021 жылдың сәуірінде үнді штамы қызығушылық тудыратын вирус нұсқаларына қосылды және мамыр айында алаңдаушылық тудыратын санатына ауыстырылды. 2021 жылдың 16 маусымында Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының өкілдері Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ресми жүктемесінде штам дельта деп аталғандығы жөнінде мәлімдеді. Дельта қазірдің өзінде 80-нен аса елге таралды және мутацияны жалғастыруда. Келесі күні Мәскеу мэрі Сергей Собянин COVID-19 бар мәскеуліктердің 90% үнді штамымен ауырғандығын айтты. Үнді штамының іріктелген үлгілерінің саны бойынша көшбасшылар Ұлыбритания, ақш, Германия, Сингапур, Канада және Ресей. Алматыда үнді коронавирус штамы 28 маусымда табылды. Бұл туралы брифинг барысында Алматының бас санитарлық дәрігері Жандарбек Бекшин мәлімдеді. Бұл нұсқа несімен қауіпті және оны басқалардан белгілері бойынша қалай ажыратуға болады? Үнді штамында көптеген мутациялар бар. Дельта жасушаларға тез жұғады және иммундық қорғанысты айналып өтеді. Аса ауыр асқынулар тудырады. Ауруханаға жатқызу қаупін арттырады. Дәрі-дәрмектің ықпалына көне бермейді. Бүгінгі таңда дельта нұсқасы Ухань, Британ, Оңтүстік Африка және бразилиялық штамдардан 6 есе жұқпалы екендігі белгілі болып отыр. Дельта белгілерімен ерекшеленетін нақты ұсыныстар әлі жоқ, бірақ кейбір ерекшеліктері белгілі. Дельта суық тигенге ұқсас және бұл штамды көбінесе жас адамдар жұқтырады. Олар белсенді түрде тіршілік ете отырып ауру тудырады. Жалпы белгілері: бас ауруы, тұмау, тамақтың ауруы, жоғары дене қызуы, диарея, іштің және буындардың ауруы, тәбет пен есту қабілетінің жоғалуы, шаршау. Сонымен қатар иіс сезу жоғалмайды және жөтел болмайды. Вакциналар жаңа нұсқалардан қорғайды ма? Үнді штамы басқа штамдармен ауыратын адамдарда антиденелерге төзімді, сондықтан оған қарсы тұру қиынырақ. Сәуірде Гамалея орталығының басшысы ресейлік вакцина үнді штамымен күресетінін айтты. Александр Гинзбургтың айтуынша, вакциналау қарқынын жеделдету керек, әйтпесе бұл коронавирустың өзгерген штамдарының пайда болуына әкеледі. Сонымен қатар келесі күні factcheck.kz үнді штамына қарсы вакциналардың тиімділігі көрсетілген жерде қызықты кесте жариялады. Кестеге сәйкес РНК немесе векторлық вакцинаның екінші дозасы әлі де бар деп қорытынды жасауға болады. Олар инфекциядан жақсы қорғайды және коронавирустың ауыр зардаптарына өте жақсы қорғаныш. Сондай-ақ бұл посттың авторлары тұрғындарда кез келген вакцинамен вакциналауға шақырады. Естеріңізге сала кетейік. Коронавирусқа қарсы алдын алу үшін мынадай стандартты сақтық шаралары сақталу керек. Бетперде тағу, әлеуметтік қашықтықты сақтау, адам көп жиналатын орындарға бармау. Қорғаныстың жалғыз тиімді әдісі вакциналану. Алматыда қазір қолжетімді 4 вакцина бар. Казвак, Спутник V, Хаятвакс, Коронавак. Қалағаныңызды таңдайсыз. Егу пункттерінің мекен-жайларын әкімдіктің ресми парақшасынан және Стопков Алматы парақшасынан біле аласыз. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, вакциналаныңыз.